белсенділігіңді төмендет, публикаға ашық деген сияқты шектеулер қоймай ма? Жоқ, қоймайды. Оған шүкіршілік етем. Мәжілістің төрағасы Ерлан Жақанұлы Қошанов қолдау көрсетіп отыр. Ешкім маған тым қатты белсенді болып кеттің, тым көп сені жариялап жіберді, тым көп сен Инстаграм, Телеграм, не болмаса мынау ТикТоктан көбейіп кеттің деп ешкім мені сынамайды, ешкім мені кекетпейді, мұқатпайды, ешкім мені неғылмайды. Қайтадан наоборот, менің жақтаушыларым көбейіп бар жатыр. Енді мәжілісте нақты жұмысың жақтаушыларды көбейту ғой. Бұл жерде әріптестеріме ризамын. Ешкім жақтап, қолдап отыр. Ешқай жерден мен қысым-кәс көріп атқан жоқ. Қайта халықтың тарапынан қолдау көріп отырмын. Соған шүкіршілік етемін. Бірақ та әрине ТикТок, анау-мынау Инстаграм желісінде кәдімгі мен тым қатты көтеріп жібереді, мені жаңа айтқандай үлкен қызметтерден көріп отыр. Оны өзі Алла тағаланың өзі пешенеде, апам айтқандай, пешенеде жазылғанды көресің. Пешенеде мен бір мандатпен депутат боласың, 40 жыл депутат болсаң, 40 жыл депутат боласың. Не болмаса пешенеңде осы депутаттықтан кейін кәсіпкерлікке кетесің, ешқандай мемлекет қызметпен байланысты болмайсыз. Біз пешене деген нәрсені көреміз, ешқандай тағдырдан кете алмаймыз.